Бұл жігіт мені таңғалдырудан шаршамай жатыр ғой. Әдемі үлкен букет. Бүгін Диана ханым тойына келсек, маған бір букет алыпты, и Диана ханымға бір букет алыпты, қараңыздар. Ол үшін қыздарды сыйлайық ағайындар. Қатты сыйлайсың ба? Осындай. Бір корзина гүлмен кеттім. Че там? Қайда кетіп баратсың? Сторисқа түсіріп отырсың. Қайда қашып баратсың? Білмеймін, бәрі қарап тұрады. Не болды? Майысшы ма? Ыңғайсызданып отырсың ба? Ыңғайсызданып отырсың ба? Жоқ, осыны қой. Бәрі жақсы. Анеқті Осылай? жоқ қоғамын. Бір түрлі болып қалдың ба? Өзен алып тастайбыз. Осындай. Көтер енді гүлді. Кірейік. Менің қасыма қойып қоямын дейді гүлді. Исам? В общем, бүгін бізде осылай таныстық басталып жатыр. Ой, Зухра, блин, вот Зухра, не Зухра, если она Как дела? не выделится просто. Это не Зухра. Ұстастан қолдары мәңгі болсын. Шаңырақтары иек, босағалар иек болсын. Осы қос қуанышы Қоғырымда кеттім жатыр. тең бөлісі. Сразу мен келген сені ұмытып кетті. Айналайын балапандар. Сатып кеттім ба құрбымды. Болашақ Құрбы деген уақытша ғой. аттаған қадамдарың құтты болсын. Сондай емес пе? Жұттарың Дос дегенде жазылмасын. уақытша. Өмірлі шүбірлі болыңдар. Бәрі уақытша. Ұрпақтарың өнегелі болсын. Сендердің қызықтарыңа толтырып Көп адамдар айтып жатыр, типа, неден кейін, Аллаға шүкір. конкурстан кейін бода екеуіңіз сөйлесіп. Көп Көп адамдар айтып жатыр, типа, неден кейін, Аллаға шүкір. конкурстан кейін бода екеуіңіз сөйлеспей қалғансыз ба деп сұрап отыр ғой менен. Қасыма келіп отырып алыпты. Біз күнде біргеміз осы күнде құдайым. 24/7. Болмайтын нәрсе үшін біз никогда ұрыспаймыз, ренжіспейміз. Достықтың қадірі деген, каждый сөз үшін ренжісе берсең, ондай достықтың қадірі болмайды деп ойлаймын. Сондықтан ондай сөзге ренжудің қажеті жоқ. Енді былай жасайық, бірінші суретке түсіп алайық, сосын Бақболсын құдаменен Гүлсім құдамен Әже болып отырмыз, ә? тұрған жерде келіңіз ана ортаға түсіріп алайық. Арғын Айман егер Әңгіме жіберіп отырмыз. жиналмастар праваңыздан мінекей бір мағат серік ондай жоқ мынаны ізбасарға қадалып қалған айналайын ізбасар шөптің орны гүл басар қыздың орны қыз басар үстің бәрі із басар қант болмаса ішіп отырып қанттың орны тұз басар 107 қыз басар кеше тойда едик деген біреуді ренжіп қалды. Едик дейді. Аяғында бір соғысқа барған шалдан сұрапты ғой, ата соғыста Тамада просто ураган екен бар ғой. Бүкіл нәрсені бүкіл адамды білдіріп жатыр. Бәріміздің де біліп жатыр. Сіз көтермей-ақ қойыңыздар, көтерілме дейді. Екі құдағи келіңіздерші, екі құдағи. Бір-біріңізге қарама-қарсы тұрамаңыздар. Қолдарын ұстаңдар, қолдарын былай қолдарын ұстаңыздар, төрт қолдарға. Енді мойындарын екі балаға бұрыңыздар, екі балаға. Осы төрт қолмен сердечко істеңіздер. Сердечко. Сердечко дейді, төрт қолмен дейді, төрт қолмен. Анда картошка ғой. Төрт қолмен бір сердечко істеңіздер. Міне, еркектер көрсетіп жатыр. Ачо, қарашы, балар біледі. Енді сұрақ, сендер білесіңдер, неге соны әйелдерің білмейді? Сонда WhatsApp-тан басқа біреуге жіберіп түсіндіресіздер. Түсіндір, нормально, жай ұстай бер, жай ұстай беріңіздерші. Тура қараңыздаршы бір-біріне. Тура қараңыздаршы бір-біріне. Сіздің осындай құдағиыңыз бар, негіз бар ғой, қыз таңдама, құдағи таңда дейді. Қазақтың сөзі. Өйткені сондай шешеден тәрбие алады, соны көрсетеді. Бұл ақиқат. Сіз мысалы келініңіз бар, қарашы, риза болдым. Әрбірінің келіні олай шауып жүрген жоқ. Тамадың арқасынан періледі.
өте пысық екен келіңіз көрсеңіз. Дәл сол тәрбиені анаңыз көрді ғой. Сізден де жеңгесінен де үйренді. Ана жақта да құдағиыңыз бар да ризасыз ба? Ризамын. Ал енді сіздің осындай құдағиыңыз бар. Ризасыз ба? Өте риза болсаңыз құдағиыңыздың бетіне. Құдайға шүкір бет жетеді екен бұл кісіге. Құдай бет сізден сақтасын. Шабыла ұрып қойшы деген екен. Құда мейірімдеріңізді, ақылдарыңызды аямаңыздар. Қыз тәрбие көрген қыз. Бұл қызды мен ана кітапты жайда да сырғалымда да айтқанмын. Яғни еңбекқор қыз үйде отыра алмайды, жұмыс істейін десе қол аяғын байламады екен. Соны айтып қояйын деп. Байласа да мемлекет қала береді дейсіз. Яғни осы екі әулетке өнегелі асыл ұрпақ әкелген. Сіздің бұлай образыңыз қалай аталады жаңағыдай? Күшті болсын, құлағыңызға бустер тағып алдым ба демі? Сіздің мына пойызыңыз ерекше болған екен. 5-ші орынды сол пойыз арқылы ұтып тұрсыз. Мынау міне сен сұлу бренді. Рахмет, шабыла ұрып қояйық. Бұл пока 5-ші орын. Вечерний концерт ата-аналарын отырғызып қойшы, бүйтіп бастайды ғой бәрі. Әңгіме былай, мен бұларға айттым, давайте күшті бірдеңе ұйымдастырайық, давайте запишем песню деймін ғой бұларға. Я была за. Да. Мы все были за. Бәріміз қолдадық. Но никто не записал. Кеттік ән жазамыз деген кезде не болды? Ешкім ән жазуға келмеді. Айнурка, ты поняла, да, что не только я одна безответственная? Нет. Жанды дауыста емес пе не десең? Сөйлесіп, келісіп, Айридің әнін алып, менің соққасын алып. Мен сөзін жақтап келдім ғой десең. Сөзін GPT-мен жазып, слова придумала. Это нашла. Дианка, главное, нет, қой, нет. Ниетіміз күшті болған нет. Диананың өзі бұл списокта бар негізі. Айнура бізді үйіне жинамақшы болып, неше рет талпынды, жаз бойы артымыздан қуалады. Бірақ басымыз қосылмады. Дианы не было, потом бред Айдай болмады, я бред Айдай. Все, давайте Всегда забыл, но... сфоткаемся. Суық қой бір жерін ауырып тұрған жоқ па? Ал құрметті жиналған көпшілік, баршамыздың, барша қазақтың тойы біріншіден құтты болсын деймін. Және аға тәте, сіздердің бүгін төбелеріңіз көкке жетіп, бір шетінен қуанып, бір шетінен жүректеріңіз тебіреніп, өте бір әсерлі күйде отырғандарыңызды сезіп отырмыз. Қыздарыңыздың бағы жансын, барған жеріне тастай бітіп судай сынсын деймін. Және де мен ойлаймын, сіздердің берген тәрбиелеріңізді біз
дәл қазіргі сәтте емес, біз Диананы сонау Қосылайық бағдарламасынан алдынан танимыз ғой Диананы. Сол кезден елге Қосылайық атынан танылған кезден бастап біз Диананың сондай тәрбиелі, сондай текті жерден шыққан қыз екенін бірден білдік, таныдық. Және біздің ұжымда жұмыс жасайтын барлық әріптестер Диананы бір сөзбен айтқанда қатты жақсы көреді, сыйлайды, құрметтейді. Өйткені Ал жайғасайық. Олай болса, алдарыңызда кешу тобы. Бір кешу, екі өсу ал. ортаға Диана сені бола ма? Диана ханым, сыртқа салып жатыр бойдақ қыздарға. Есі мен ойлап отырмын да, мен де шығаймын, ажырасқандар бола ма ойым екен деп. Тұрып алайын ба деп тұрмын осы. Дианадан сұрадым, обычно үкі береді, сен неге шаш болып еді, неге... Вот әкем отырмыз ол үшін. Диана айтты, сол өлген құстың жүнінде не бар дейсің деді. Жұмысты болсын. Сендердің де бақтарың ашылып, сұлтан сияқты бір жігіт